Бәріңе сәлем, бұл кешегі осы Гарри Поттер Легоны ашудың екінші бөлімі. Бүгін біз осы 3-ші және 4-ші пакетикті ашамыз. Уақыт болса 5-ші пакетикті де ашамыз. Қазір 1 секунд. Мен оралдым. Енді осы пакетиктерді ашамыз. 3-ші пакетик. Алдына білесіздер, осындай типа джойстик шақты былай ашылып жабылатын. Бұл жолы енді көректіне шығардым. Бірінші обязательно мультипликаны құрап аламын. Одан кейін, ана басын көрсетем, қалай құралатынын. Одан кейін ары-қарай паузада құрап шығамын. Ол мұнда мынандай кастрюль ма сондай бар екен. Адам. Қай жаға жақсы деп ойлайсыздар? Мына жағы или мына жағы? Меніңше мына жағы. Ол мұнда мына золотистый да кастрюль бар екен. Так. Инструкциямызды ашайық. Кеше 3-ші пакетикке қарай келдік. Ол мұнда наклейкалар да бар екен. Ал кеттік құлайық. Жаңағы адамның қолдары керек, обязательно шашы керек. Әйтпесе ол адам болмайды. Мына қолдары. Ол кестер. Мұнда мынандай мысық бар екен. Кайф қой. Лего животное. Анда 2 штук бокал бар, кружкалар бар. Есік. Оп, қолдары. Таптым. Мені құрап жатырмыз адамды. Түрі қызық екен. Сап-сары минифигуркалар Легода аз болады. Қазір инструкциямен басын құраймыз сіздермен бірге. Одан кейін ары-қарай паузада құрап шығам. Ренжімесеңіздер. Одан где-то 3-ші бөлімінде көреміз қалай шыққан осылар. Мына волшебный палочкасы. Қолына ұстатайық осыны. И тағы не керек? Бұл басқа ештеңе керек жоқ оған. Осындай минифигурка шықты осы пакетикте. Так, басында мынандай 4-8 біреу. 6-2 біреу. 6 пин біреу. 3-3 біреу. Қазір. Бұл интересі. Мынандайды қолдана салам. Так, одан кейін. Так, аталет. Осындай 2-3 біреу. И мынандай креплениясы бар. 2 пластинка. Мына осы екеуі. Мына бір нәрсені көріп қалдым. Газет. Мына. Осындай газет бар. Ішінде Гарри Поттер тұр. Енді осы жаңағыны құрап, одан кейін ары-қарай паузада құрап шығам. Алғыңыз келсе, алдындағы роликта қандай набор екенін қалдырып кеттім. Номерін. Ол өте арзан набор. 2 күшті. Размері үлкен болып шығады. Ал сіздің жасыңыз нешеде комментарийге жазып кеттіңіз. Вот осылай. И потом үстіне мына пластинаны қоямыз. Жарайсы қалған паузада жасап шығам. Мына қараңыздар, уже мындай үй сияқты болып жатыр. Ой, алдыға шығадым. Мына жерінде дұрыс қоймаппын мен кеше, соны түзедім жаңа. Ары қарай құра берейін.
Міне қараңдар, уже мынандай үй шығып жатыр. Арсау жабатын өстіп. Ана жерінде забор деп айтуға болады. Есік наклейкасын жабыстырдым. Міне осылай құралып жатыр. Уже мынандай бір пластинканы алдық. Алдында жіп бар набордан. Ой, пакетиктен, то есть. Міне осындай процесс ұзақ. Ничего, потерпим. Осы видеоға лайк басып, подписка жасап кетіңдер. Сондай типа пруд па, сондай болып жатыр. Мана көл бақа ма, сондай бар. Жап жасыл. Олардың үстіне мына детальдар. Астына еще... Стоп. Вот мына деталь. Астына. Мына. И потом үстіне нажмем ұзын детальды. И осыны оның үстіне қоямыз қазір. Главное сын қалмаса болды. Ура, тіркесті. Так. Осындай бір кішкентай детальдар керек. Көріп тұрсыңдар өздерің. Мұны наклейка әлі көп вообще. Наклейканың қазіргі леголарда бұтылап сала береді. Мұны аяғына да жетіп қалдық, үшінші пакетикті. Вот инструкцияның үшінші пакетигінің соңы. Мына екі деталь. Мына екі деталь. Мынандай төрт деталь. И мына екеуі. Вот осылар. Мына осылай қоямыз детальдарды. Вот. Мына қойылып жатыр. Оны алдына мына жерге кирпичиктерді қоямыз. Төртінші бөлім болса бұнда ол қысқа ғана болады. Если болса, конечно. Бірақ походу болмайтын сияқты. Бүгін 5 үлгермейміз точно. Немесе. Вот, осылай шығып жатыр. Кирпичиктер қойды. Кирпичиктердің вообще өзі түсі да кайф. Ұзын біреу, мынандай 4-те 1 екеу и 3-те 1 4 пластинка. Мына жақта тұр. Көрсетейін. Мына көріп тұрсыңдар. Ортасына мынаны қоямыз. Ондай детальдар жалғы қиын. Қоюда әрең. Шеттеріне мына жаңағы пластинкаларды 3-те 1. И мына жерлеріне осыларды. 4-те 1 тайлдарды. Тайл маған сондай.
мындай 12 штукты бір-біріне жалғаймыз. 2, 3, 4. Осындай ұзын таяқ болу керек. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Стоп. 1, 2, 3, 5, 6. От алттан болу керек осылай. И мына жеріне бүйтіп жалғаймыз. Мындайды. Одан өсіп қоямыз. Вот, осылай шығады. Шамасы осылай. Міне. Осындай 2 түр бар. Все, үшінші пакетик бітті. Енді осындай үй пайда болды. Так, наклейка бар, әлі мынанша. Енді 4-ші пакетикті ашамыз қазір. 4-ші пакетик міне осындай. Бірінші адамды құрамыз. Мұнда Добби бар. Аты солай по-моему. Қазір жетіңдер. Жақсы фигурка. Бірақ клиенті онша емес. Енді денесін қалғылайық. Вот. Кірді ақыры. Басы. Мұнда да мынандай бокалдар бар екен. Кайф қой бокал деген. Менде ондай жасал бұрында болған жоқ. Лего. Қазір аяғын тауып алайын енді. Аяғы қайда екен? Мынандай менде бар біреу. Не точно. Я по-моему бар менде ондай. Аяғы қайда мынаның? Аяғын салмағым бар. Потом соңына қарай тауып аламыз. Тапсам көрсетем ме? Так, енді инструкция бойынша құрай берейік. Аяқ кішкентай сыру болу керек. Потом табармын аяғын. Кеттік, инструкция бойынша жасай берейік. Мынандай ұзын бір деталь. Мынандай бір қайда деталь. Вот. Мынандай біреу. И мынандай ақ деталь. Бір. Қысқасы керек. Так, осылай тұрады. Осылай тұрады. Мына жеріне бұлай жалғаймыз. Жарайды, ары қарай уже паузада істеймін. Ойбай, не болып кетті. Жинап алайық бәрін. И одан кейін көрсетем не шыққан пока что. Ойбай. Пока что осындай шықты. Бір жағы 4-ші пакетикте. Кешіріңіздер, бәрі құлап кетті. Қызық болды ғой. Жарайды.
Ничего страшного. Орысшалап айтсақ. Вот уже терезесін құрап жатырмын. Екінші пакетик осымен бітеді. И видеода осымен бітеді. Екінші пакетик деп жаңа, төртінші пакетик, то есть. Мені қараңдар, четвертый пакетикте уже қандай шықты. Почти бітті четвертый пакетик. Мына жаңа деталь болды. Осылай жабылады, осылай ашылады. Міне осы төртінші пакетик соңына жетіп қалды. Осы люстралар қалды. Бай, тіркеуі люстраны потолокқа. Осындай күшті үй болатын болды. Так, осындай 2 штук керек. Люстрочка. Ана жерде әлі андай қажет емес детальдар бар. Запасной деп айтуға болады. Мына люстралар почти дайын. Так, вот осылай. И қазір потолокқа тіркейміз. Вот, ашылды. Тіркеп қоямыз енді. Жалғап немесе. Осылай айналып тұрады. Міне. Осындай қызық. 102. Қазір бітіреміз. Фонари. Я фонарь, походу. Так, вот. И вот. Почти бітті. На екі полосканы алды. Жауап. 1, 2, 3 бітті. Дайын үйіміз. Ну, почти дайын. Жақсы, енді келесі бөлімде көрісеміз. Бұл екінші бөлім болды. Үшінші бөлімде кездесеміз. Давайте.